Мен Күнбасова Самал Талғар қаласындағы нөмір 2 бөбек балабақшасының тәрбиешісімін. Балаларға қазақтың ұлттық ойындары туралы мағлұмат беріп, ата-бабамыздың ертеден келе жатқан салт-дәстүрін дәріптеп, ұлттық ойындар арқылы ептілікке, тапқырлыққа, шапшаңдыққа бауладым. Ойындар арқылы балаларды ұлтжандылыққа, батылдыққа, елін жерін сүюге тәрбиелеуді негіздедім. Балаларға қазақтың ұлттық ойыны туралы ақпарат беріп, оларға ұлттық ойындардың ішіндегі хан талапай, арқан тарту, кілемшедегі ою атты ойындарды ойнататын боламын. Хан талапай ойынын бастамас бұрын шартымен таныстырайын. Қоржындағы асықтардың ішінде бір асық ерекше болады. Ол хан асығы деп аталады. Оның түсі де басқа асықтарға ұқсамайтын қызыл түске боялады. Хан асығы кім-кімге түссе, сол ойыншы бірінші болып таныстырады. Хан асық деп аталады. Балалар хан асығы түссе, ойынды сол бірінші болып бастайды. Кілемшедегі ою ойынын қорапшаны лақтыру арқылы ойнайды. Лақтырған қорапша қандай оюмен түссе, сол оюды кілемнен тауып секіреміз. Алдымен балаларға өзім ойнап көрсеттім. Ары қарай балаларға ойнауды ұсынамын. Келесі ойын қазақтың ұлттық ойыны арқан тарту. Тартысқа түскен екі топ бірін-бірі тартып, орталық сызықтан бұрын сүйретіп өткізген топ жеңіске жетеді, яғни бәйгесін алады. Ұлттық ойындарды балаларға күнделікті ойнатудың артықшылығы қазіргі заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуге пайдасы орасан зор.